Нұғман ағамыздың жаңағы несін көрген, видеосын қарасам, ол кісінің де несі менің мамамның диагнозымен тұспа-тұс келеді екен. Давление, сахар бар, тоже сондай. Содан жаңағы биолайфтың біреусін қалтама сап аламын да, наркотикел деп барам. Бірақ мамам ешқандай дәрі қабылдамайды. Тек қана жаңағы айтатыны бізге өзіміздің бір ғана ұлда, отбасымызда, соны бізге тапсыра берді да, осы тату болыңдар деп. Содан енді біз жаңағы бірінші Алла ғой, Аллаға тәуекел деп, не де болса өмірді Алла береді деп, соны дәрігердің берген дәрісі деп алдап-сылдап ішкізіп, 3 күн қасында болып, енді сіздерге не қылмаса да, мен айтатыным, аяқтан тұрғызып кеттік қой үйден. Менің төркінім өз Тараз жақта, сол жаққа барып, аяқтан тұрып, қазір 1 ай болды ішіп жатқанына. Аллаға шүкір, қазір немересін алдына алып отыр, бүгін видеомен сөйлестім да, тамағын беріп, кәдімгідей не отыр. Өз аяғымен диализге барып кеп жатыр. Енді бұдан артық не керек? Қалай ішкен кезде, мада көп немен бермедік біз, өйткені дәріні вообще ішпейді да, күніне біреу ғана ішті басында. И то оны анандай сенімсіздікпен ішті да, соңғы мен айттым мамама, мама, не де болса, Алланың несі шипа болсын деп ішіңіз дедім да, сөйтіп шипа болсын. Еще құлағы да естімейді. А қазір уже құлағы да естіп жатыр. Содан мен көз тиеді деп бөліспей жүрген бұл отзывты. Соменен енді бүгін өз орайы кеп тұр, сахнаға дегеннен кейін осы мүмкіндік шығар деп айтып жатыр малдарымызға. Бәрі осындай ем іздеп жүрген адамдарға шипалы ем болсын. Біз енді былайша айтқанда көп адамға айтсақ отзыв сұрайды да, сол отзывтың енді бірі болсын. Видеосында дайындап, неге чатқа шығарам деп ұйғардым. Әлбек мырза!